Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, сочный манты пісіреміз. Мен сіздерге екі түрлі мантының түйуін көрсетемін. Ол үшін бізге 1 килограмм ұнға, 1 жұмыртқа, 550 мл тұзды суды қосып ақырындап, орташа жұмсақтықта қамыр елейміз. Қамырымызды 15-20 минутқа тынықтырып қоямыз. Енді мантының салмасын дайындаймыз. 700-800 грамм етке менде фарш, 3-4 бас жуа турап қосамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 100-150 граммдай су қосамыз. Араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Әр бөлікті оқтау менен жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей, қамырды оқтауға ораймыз. Кейін гармошка етіп жинаймыз. Видеода көрсетілгендей. Пышақпенен кесеміз. Өз қалаған үлкендікте. Енді 4 бұрыш етіп қамырымызды кесіп шығамыз. Видеода барлық процесі көрсетілген. Кесілген қамырға салманы салып, манты түйеміз. Видеода көрсетілгендей. Немесе екінші түрі. Қамырымызды кішкентай дөңгелектерге, бөлшектерге кесеміз. Оны дөңгелек етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей. Қамырымызды екі жағынан жинап отырып, видеода көрсетілгендей, мантымызды түйеміз. Екі жағынан жинап отырамыз қамырды. Әдемі форма болады. Қазанымызды майлап, мантыларымызды теріп шығамыз. Мантыны 40 минут пісіреміз бұлда. Мантымыз дайын, өте дәмді, ерекше, сочный болып, сөлді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне соуспенен ұсынсақ болады. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.